Қайырлы күн достар. Бүгін біз Алматыда, біздің ауыл деген жерде, Алматыдан 60 шақырым жерде бір күшті местаға келдік. Бұл жақта не бар? Бұл жақта бізде клубника тереміз. Бізде осындай бақшалар бар. Бақшаның барлығының ішіне осындай коробка беріп, вход, короче, взрослый 2000 теңге, детский 1000 теңге болады екен. Қазір біз осындай қорапша беріп, соның ішіне барлық жиған терген бәрін салып, ар жақтан 2000 теңге килограммына өлшеп сатып алатын боламыз. Ендеше, let's go. Біздің ар жақта ана шетте төбеде тұрған ақбұлақ лагері бұрында біз барған. Бұл қазір фотоларын барлығын салып кететін боламыз. Сол осы жақ таудың етегінде жүрміз. Мына жерде барлығы малиналар, таңқурай, малина, короче, барлығы бар осы жерде. Жүріп, мысалға мына жақтың аралап өтейік. Міне бір аламыз. Мына жерде малиналар теріп алайық. Міне осындай малиналар бар. Біз негізі андай неде жүрген жоқпыз. Қалай айтатын еді? Англияда жүрген жоқпыз. Құлпынай теріп, клубника теріп жүрген жоқпыз. Біз Алматыда, кім түсінбегендер болса, біз Алматыдамыз. Осындай наңғарандар. О май гад. Иісі қандай екен, қара жүрік. Таза малинаның иісі екен. Бізде осы полный барлығы малина. Қазір біз құлпынай болса құлпынайда да тереміз. Алма болса ар жақтан алмада тереміз. Тергеннің барлығын түсіретін боламыз. Достар, бүгінгі біздің видеода бас демеушісі Зиги-заги. Құлпынай түрін ішіп көріңіздер. Осы жерде малинамен әдемі кетеді. Жеп алыңыздар, ішіп алыңыздар, және де ләззат алыңыздар. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. Бізде малинаның барлығын осы жерден суарады екен, суды ашып, барлық линияға жібереді. Мына жерде бізде шамамен 10 шақты ұзын ход бар. Барлығында да малина өсіп тұр. Клубниканың сезоны кішкене бітіп жатыр екен. Клубника примерно июнь-июльде келсе, осы жерде барлық клубниканың бәрі күшті өсіп тұрады екен. Клубниканың денесі осы жақта жатыр. Барлығы осы жерде бітіп қалған. Бірақ қазір бізде малинаның күшті сезоны болып жатыр. Себебі барлығы пісіп, әдемі болып, ауызға деген баяғы ауылда пісіп тұрған малинаның дәмі күшті етіп, ана рилс бар еді ғой. Алған кезде бір күшті чувство болады. Қазір енді осы жақпен көрсетемін. Қазір біз осы жерден бір малинаны алып, дәмін көрсететін боламын. Сіздерге жұлып жіберуге болады. Сосын сыртқа шығып, сатып алуға да болады. Барлығын теріп. Міне, мысалға бізде бір жартылай піскен малина бар екен. Осы жерде шет жақтан соны алып көрсетемін. Дәмі. Мына жерден бір піскенін алайық дұрысына. Міне, қызарып тұр. I found the feeling of summer. I fell in love with the feeling of summer. Ал достар, жаңа біз малина теріп шыққаннан кейін бізде осындай көрініс пайда болды. Бірінші ас қабақтар бар екен, және қиярлар. Бұл жақта қызанақ, бұл жерде ірі қызғылт деп аталады екен, және тәтті бұрыш и қияр, аякс деген қиярлар бар екен. Бізде осы шаруа қожалықта екі ресторан бар. Біріншісі осы жерде ашық ресторан, көше бетте таудың видімен тамақ ішуге болады. Екіншісі ар жағында жабық ресторан бар. Оның ішінде өзіміз ауылдың вайбымен, музыкасымен, тамақтарымен сондай тамақтануға болады. Бізде және тағы да осы жерде қонақ үйлер бар. Онымен қоса ат қора бар, мал қора да бар. Ана жерде видео көрінеді, аттар. Және осындай керемет артымызда таудың көрінісі. Бұл жерде бізде тек қана бұларда емес, қасына тағы да дополнительно корнишон қияры бар екен. Ащы бұрыш тоже өседі. Қызанақ түрі де бар. Бұл қызанақтың Победа сорты екен.
қабат бар, Аққауданды дегенде. Әдемі өсіп жатыр екен, қабаттарымыз. Мына жерде жалбыз деген бір өсімдік түрі өсіп жатыр. Асқабақтар енді пісіп жатырған түрлері де бар, және пісіп кеткен екінші виде де жатыр ар жағында. Дальше біз кете береміз, көрсетейін. Дальше бізде Қытай қияры. Бұл жерде неше түрлі ар жағымен жүре берсеңіздер, тағы да неше көптеген видтегі көкөністер бар екен. Барлығын жеке-жеке осылай тоқталып айтып көрсетіп кетейін сіздерге. Бұл жерде бізде Қытай қияры, Қытайдан алып өсірген сияқты тұқымын. Және қызанақ, бұл қандай сорт? Бычье сердце дейді. Енді өсіп қызарып жатыр екен. Мына жақта тәтті бұрыш, бағдаршам дейді. Бағдаршам түстес қызанақтар, бұрыштар өсетін секілді. Қияр Аякс қияры. Бірінші естідім бұны. Тоже жаңа екінші виде. Қабаттарда мына жақта енді шығып жатыр екен. Міне ар жақта осындай вид садақ атуға болады екен. Бірақ қазір жасай ма, жасамай ма, ол белгісіз. Оның қасында ақ киіз үй. Бірақ киіз үй қазір заманауи киіз үй екен. Терезесімен, есігімен кәдімгі как положено. Мына жерде шиек қызанағы, барлығы көріне беріп. Қызанақ ірі қызғылт түрі бар. Қияр Аякс бар. Мына жерде тағы бір қызанақ түрі бар екен. Қара Ханзада дейді. Баялды қара алмас дейді. Бұл баклажан. Жартылай ащы бұрыш. Тәтті бұрыш. Оларға көтеріле келе, біз осындай күшті видқа тап болдық. Бұл жерде 6 бақан, және құстар зоопаркі и арқан тартыс бар екен. Осылардың барлығын жеке-жеке қазір қарастырып, көрсетіп, өзімізден пробовать етіп көретін боламыз. Тағы да жүре келе біз осындай көрініске тап болдық. Жалан аяқна үстінен басып өту керек екен. Бұл емдік қасиеті бар секілді. Біздің ауыл деген осындай күшті фон бар. Артында таудың видімен құстардың дауысы естіліп тұрған шығар, иә? Құстар зоопаркіне барып кетейік. Или 6 бақанға ма? Опа! Бұл жерде тауықтар бар екен, иә? Әтеші қайда? Ана жерге жем салып қойған. Примерно 15-20 тауықтай барсақ. Ішінде де 400 тауық бар екен. Тауығыр еткен ма? Менің сағы қараттым дейсің. Қарандар, бүйтеміз, ұшамыз аспанға. Алты бақан бар екен. Осындай көрініспен қазір шуат жеміз. Бір, екі, үш. Құландар, арттары құландар. Дейсің. Давай битишь, это что-то равно. Бір, екі, үш. Неге? Ал достар, біз қазір садақ атуға келдік. Садақтың жебелері ана жерге арнайы қондырып қойған. Қазір соған пробовать етіп атып көреміз. Міне бірінші кішкентай баланы атқанын тексеріп жіберейік. Вот, міне қараңдар, нағыз нені көрсетейін, мастерге басын сендер де. Алғаш рет атайын отыр, көреміз сонда да. Қазір.
ортасына. Оқтарым қайда мен. Саған тигізіп көрейікші, сарысына. Ойбой. Қазір біз ат қораға жақындап келе жатырмыз. Атқа мініп, кішкене 5-10 минутта серуендеп, содан кейін қымыз ішеміз деген ой бар. Саумал. Саумал ма да? Мына жерде жылқыларды көрсетіп жүрсеңіз. Еще мына жақта демалуға тапчандар бар екен, ар жақтан. 3 тапчан бар, Мынау сауын сиыр қорасы дейді. Ішінде сиырлар бар. Сүттермен, жайлап пішетімен цехына апарып. Қазір ат қораның ішін көрсетеміз. Негізі жылқылар әдемі екен, Мұнда бар. Ойбай, атымызда бір өтірік кім болсын? Бәсе бірден. Қоқайып атасы бір. Осында бір серуендеу. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Біз өзіміздің мини-влогымызды тамамдадық. Бұл жерде бізде негізгі мақсат кішігірім сұлулықты осы біздің ауыл деген жерде көрсету болған. Тағы да кадрлар болса, соңғы видеосына қосамын. Интро ретінде, аутро ретінде тағы да қосамын. Slapping on the beaches like a pleasant melody, soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair, I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart